Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қолдан кеспе жасайтын боламыз, яғни тауық етінен қолдан кеспе жасаймыз. Ең алдымен тауығымызды қайнатып алатын боламыз. Тауығымыздың аяқтарын немесе қанаттарын, болмаса төс етін қалауыңыз бойынша сорпаға салып, жуамызды, лавровый листімізді салып, қайнатамыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып, тұзымызды салып, астын басып, жай отта піскенше қайнататын боламыз. Одан кейін кеспемізге кірісеміз. Бұл жерде бізге 2 жұмыртқа, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды салып отырып, бірінші қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан кейін керегінше ұнды салып, қолымызбен жақсылап иін қандырып, қамыр илейтін боламыз. Қаншалықты көп илесеңіздер, соншалықты қамырларыңыз жақсы болады. 5-6 минут бойы илесеңіздер болады. Одан кейін қамырымызды алып, жақсылап салафанға салып, холодильникке 10-15 минутқа салып тындырып қоямыз. Одан кейін піскен тауықтарымызды алып, оған, яғни сәбізімізді, картошкамызды, қызанағымызды, тағы да не қосқыларыңыз келеді, тәтті бұрышыңызды барлығын салып қайнататын боламыз. Одан кейін қамырымызды алып, осылайынан жақсылап жұқалап жайып шығатын боламыз. Әдемілеп жұқалап жайып шығыңыздар. Мінекей қараңыздар, бізде дәл осындай жұп-жұқа қамыр пайда болады. Одан кейін мен бұл қамырды алып 4-ке бөлдім. 4-ке бөлгеннен кейін 2 бөліктен алып, үстіне ұнымды сеуіп, бір-бірінің бетіне қаратып, одан кейін тағы ұнымды сеуіп, 2 бүктеп, өзімізге керек кеспемізді кесіп алатын боламыз. Барлығы видеода анық көрсетіліп тұр. Барлығын әдейі жай түрде көрсеттім. Егер сіздерде кеспе кесетін аппарат болса, солмен кесіп алсаңыздар болады. Немесе осылайынан қолмен кесіп алсаңыздар да болады. Ондай көп уақыттарыңызды алмайды. Неке қараңыздар, арасына ұнды көбірек сепкендіктен ол қамыр бір-біріне жабыспайтын болады. Негізінде жұмыртқаға иленген кеспелер, яғни суда көп тұрса да бір-біріне жабысып, болмаса өйтіп жаңағындай ісініп кетпейді. Сол себепті қорықпай жасай берсеңіздер болады. Одан кейін осылайынан қайнаған сорпамызға кеспемізді салып аламыз. Мен тауық етімді осылайынан кесіп алдым. Егер сіздерге сүйегімен салғыларыңыз келсе, сүйегімен салсаңыздар да болады. Одан кейін мен дәміне қарай паприка қостым. Және қамырымыз пісіп қалған кезде осындай укробымды салдым. Бұл кеспені тек қана тауық етінен емес, сиыр етінен де, жылқы, қой етінен де жасасаңыздар болады. Кімге қалай ұнайды. Керек заттардың барлығын описаниеге қалдырып кеттім. Менің видеом сіздерге ұнады деген үміттемін. Видеом ұнаса маған лайк, комментарий басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.